Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML тегтері тізім. Сабағымыздың жоспары тізім түрлері, тізім атрибуттары. Тізімге қарапайым мысал келтіретін болсақ, ол біздің күнделікті дүкенге немесе базарға барған кезде жазатын тізім түрі. Тізімдер маркерленген тізім, нөмірленген тізім, анықтамалар тізімі болып бөлінеді. Маркерленген тізім. Мысалда көріп тұрғаныңыздай, браузерге осы мысалды шығаратын болсақ, алдыңғы сабақтағыдай index.html құжатын құрып аламыз. Оны Sublime текстте ашамыз. Және де бізге қажетті кодты body тегінің ортасына жазатын боламыз. Бізге UL деген тег көмектеседі маркерленген тізімді шығаруға. Ары қарай li деген тег керек болады. Li дегеніміз тізімдерді бізге шығарып береді. Бірінші тізім. Екінші тізімде де дәл осылай жазатын боламыз. Және де үшінші тізім. Екінші тізім, үшінші тізім. Ctrl+S. Браузерде ашатын болсақ, қанекей Google Chrome'да ашып көрейік. Тізіміміз шықты, бірақ та бізде кодты оқымай тұр. Ол не дегеніміз? Осындай жағдайға тап болсаңыз, еш қорықпаңыз. Кодты оқу үшін бізге метатегтер көмекке келеді. MetaCharset UTF-8 деген кодты терсек, ол бізге кириллицаны оқуға мүмкіндік береді. Яғни біздің тізіміміз дәл мысалдағыдай шықты. Тізімнің түрлері таңбасы дөңгелек түріндегі тізім ретінде жазсақ болады. Ол үшін UL tip disk деп береміз. Таңбасы шеңбер түріндегі тізімді UL tip circle, таңбасы квадрат түріндегі тізім UL tip square. Сол кезде бізде мысалдағыдай маркерлер шығатын болады. Нөмірленген тізім. Нөмірленген тізімді шығару үшін бізде UL-ді OL-ге ауыстырамыз. Сол кезде тізіміміз нөмірленген болады. Ctrl+S, браузерде ашып көремін. Мінекей, барлығы мысалдағыдай шығып тұр. Оның да түрлері бар. OL тип 1 десек араб сандары ретінде шығады. OL тип A десек латын әліппесінің бас әріптері шығатын болады. OL тип A кіші әріппен жазсақ, латын әліппесінің кіші әріптері шығатын болады. OL тип I десек, жоғары регистрдегі рим цифрлері, бір кешіріңіздер, және де OL тип E, яғни төменгі регистрдегі рим сандары шығатын болады. Ары қарай көп тұрғаныздай, бірінші тізім 2-ден басталып тұр. Ол дегеніміз start, яғни атрибут, тізімнің атрибуты. OL бізде 2-ден немесе 3-ден бастау қажет болған жағдайда start деген атрибутты қолданамыз. Қазіргі таңда 2-ден басталып тұр. Ctrl+S, браузерді ашып көрейін. 2, 3, 4. Барлығы ауысты. Енді қараңыз, анықтамалар тізімі. Оны шығару үшін мен DL, DT дегенді қолданамын. Сөздерді көшіріп алайын. Және де DL деген тегтің ішіне жазамын. DT анықтама ретінде шығарып береді маған тізімді.
Екіншісі пункттың анықтамасы, оны dd деген тег арқылы жазамын. Келесі dt. dd, яғни мысал ретінде шығу үшін барлығы, соңғысы dd, Ctrl+S. Енді браузерде ашып көрейік. Анықтамамыз шықты, бірақ бір артық жабу тегі, соныменен барлығы шықты. Ендігіде үйге тапсырма. Бүгін өткен сабақтардағы тегтер бойынша мына экрандағы сөздерді дәл осы қалыпта жасап комментарийға қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.